планеталарды жаттаймыз. Бұл жерде неше түрлі планеталар, соларды құрастырып бояймыз. Плюс еще проекциясы бар, потолокқа түсіреміз. Жолтый болып шықты, иә? Венера. 8 планета. Иә. Сәлем достар. Біз қазір Бәріңе сәлем. Иә, біздің бүгінгі выпуск планетаны ойлаймыз. бір полезный сабақ сияқты планеталарды жаттаймыз. Мынандай ойыншық бар. Бұл жерде неше түрлі планеталар, соларды құрастырып бояймыз, атауларын айтамыз. Плюс еще проекциясы бар, потолокқа түсіреміз. Свет түсіреді, мынандай кисточкалар бар, планеталар бар. Осының бәрін құрастырып, былай жазып, Солар бізде мынандай бар. құрастырамыз мына. Папа, мен айтайыншы? Иә. Мен айтайын. Солар бізде бар. Есе алынgesінде ақсамда болады. Иә, Дарьяның айтып отырғаны, бұндай ойыншықты сіздер Wally Toys магазинінен сатып ала аласыздар. Мына тұрған Wally Toys Kit біздің ойыншық дүкеніміз. Олай болса біз бастаймыз. Кеттік па? Ашайын. Бояу күшті ғой. Вау. Проектор. Ага. Ол соғансы проектор. Мынау краски, кисточкасымен. Бір кисточка. Мынау книжка. Егер түсінбей жатсақ, немесе тупить етіп жатсақ, осы ойынша құрастырамыз. И мынау планеталар мінекей. Размерлері средний планеталар бәрі. Ең үлкен екі планета мына жерде мына. Мынау өзінің кольцосы бар. Бізде планета, ол бізде Сатурн. Ал мынау енді өзіңіз білесіздер, бұл күн болады. Ашып көрсетейін, мынау күн. Мінекей пломбасын алып тастаймыз. И сол кезде қазір пока жоқ, я пока қараңғыда көрсетеміз сіздерге. Иә. Қаш. Планеталардың проекциясы, мынау проектор. Мына жерде 8 планета бар. Бәріңіз білесіздер, 8 планета бар бізде. 9 болатын бұрын, 9-шысы карликовый болып аталып кетті. Қанша планета? 8. 9 емес. Күнді қоспайсыздар. Бұл планета емес, бұл жерде. Иә, жұлдыз ол, иә? Анау менің затишкам. Тарт. Аха. Вот, видишь, надо выбрать. Вот, мына бәрін сындырып берейін саған. Ал, аналар. Вот мен күнім. Сен күн. Біздің күнімізсің ғой. Мына қандай сөз өзі? Негізі астрономиядан қатты хабарым жоқ, бірақ мына жерде жұлдыз салынған екен. Явно жеті қарақшы емес. Емес па? Жоқ, кентавр дейді. Олады ма тез мен бояғым кеп тұр уже. Бірінші ең алыс планеталарды кіргіземіз. Ұзындықтары бойынша қойып тастайық. Ең астына ұзыны кететін. Кел. Қайсысы ұзын, соларды саламыз қазір. Мынау ұзын. Мынау ұзын. Мынау ұзын. И вот. Ол лестница сияқты ғой. 5, 6, 7, 8. 8 таяқша. Мынау лестница сияқты. Вот. Аха олаймыз, аха төбесіне қарады. Маған бүйтіп түз қоясың, кигізесің да. Дарья по творческой части ұрады қазір, иә, бояйды. Мыналарды сындырамыз енді. Вот так надо вытаскивать их. Совсем легко. Совсем легко. Ну тогда сделай. Ой, упаковкада бәрі осылай әдемі тұрады. Вот там бит бұрсаң өзің қалар екен. Сейчас смотри. Там бит айналдырсаң, өз-ақ түсіп қалады. Да. О, жер. Қандай суреттер бірдей болу керек болатын. Мінекей достар, мынау біздің күн жүйесі, мынау күн, мынау біздің планеталардың әрқайсының өзінің күнді айналып жүретін орбитасы. Алдарыңызда міне біздің 8 планетамыз тұр. Бірақ упаковкаға 9-шысын салып жіберді. Бәріміз білеміз, бұрын 9 планета болатын. Плутонды күн жүйесінен шығарып тастап планетаға жатқызбайтын болды, себебі ол
тым алыс және тым кішкентай болғаннан кейін оны карликовая планета деп атады. Обидно, да? Мен телевизорда көрдім, что күн болады, и потом планеталарды жеп тастайды. Бізде, видимо, тоже болсын деп салып жіберген сияқты, ескерту ретінде. Міне алдыңызда 8 планета, мынау күн. Дұрыс па? Құлтың ішінде жүріп жатыр. Міне точа. Енді кел. Сен де білесің, Дима, күн барлық планеталарын жеп тастайды. И біздің планетамызды. Мәссаған. Ол кейін болмаса қаншама миллиард жылдар Жылдардан бар. кейін, иә. Онда кел планеталарды қоямыз. Күнге ең жақын планета орналасқан, ол бізде қандай? Ол Меркурий. Міне, Меркурий. Кішкентай ғана планета қоямыз. Ең жақынына қой. Ама? Аха. Келма? Қандай планета бұл? Меркурий. Одан кейінгі Венера. Мынау Венера планетасы. Қазір олар қандай түсте болады, соларды интернеттен қарап. Мен білем, ол қандай жеріміз. Жер қандай? Келесі планета Көк үшінші. и жасыл. Міне, біздің планета Жер. Нет, нақты жасыл, нақты. Молодец. Кел мына жерге қой. Ол үшінші түр, иә, күнге. Ең алыс. Біздің светте өзгеріске мән бермеңіздер. Біздің Арлан деген световик гаферіміз бар. Сол светті Сетті қосып өшірсем, жіберді. бұл өзі қосып жүреді. Бұны қарамаңызда, бұл монстр. Келесі планета бізде Марс. Жерден кішкене көлем жағынан кішілеу Марс планетасы. Кеттік ме? Қой, Марсты. Төртінші планета. Келесі планета үлкен планета Юпитер. Мінекей Юпитер. Питер. И продолжаем. Келесі планета бізде Сатурн. Сатурнның несі бар? Колечкасы. О, келді ма? Окей. Үй толып жатыр Әдемі. уже. Енді жетінші планета бізде Уран. Кетпеңдер. Атайын И такой. және соңғы 8-ші планета Нептун. Ең соңғы, ең алыс орналасқан, күнге ең алыс орналасқан планета. Естеріңізге сала кетейік, біздің ғылымға белгілі бойынша мынандай ешқай планетада жерден басқа тіршілік жоқ. Бар болса не істейміз? Бар болса Дарияны жібереміз. Арлан жібере сал. Бояймыз. Мен күнді бояйын. Мен еді бояйын. Вот. Дария тәтем жер бояйын деді. Бояға стоп бояп, күн бояп отыр. Да, бояймын. Онда басқа салфет каналда күнді бояймын. Нет. Ол свет проекторда. Только күн бояп. Андай безобразный қоя бер екен. Күн деген ол вулкан сияқты болып тұрады постоянно. Желтый болып шықты, иә? Главное, что мен қолым газға болмады. Полностью бүйтіп қоя бер. Күнге ең жақын орналасқан ол бізде Меркурий. Меркурийдің қысқаша тарихына тоқталатын болсақ, ол деген ежелгі грек сауда құдайы, жел аяқ құдайы Меркурийдің атымен құрметіне қойылған. Себебі ол осы системадағы, солнечный системадағы ең жылдам планета болып саналады. Ол күнді небәрі 88 күнде айналып өткен. Жер мысалға 365 күнде өтсе, демек Меркурий 88 күнде айналып өтеді. Бір жылда оларда 88 күн. Сондықтан бұл ең жылдам планета және ең жақын орналасқан планета. Біз жер айналады, да біз чувствовать етпейміз. Екен бұл медленно айналады. Келесі күнге жақын орналасқан екінші планета ол Венера. Қазір енді қандай планетаны бояп жатырмыз? Венера. Венера жайында балаларға айтып өтші. Қандай ерекшелігі бар? Венера ең ыстық, ең жақын. Біз бұдан терлейміз. Иә, өте жарқын ыстық планета, себебі ол жерде күндіз температура 460 градусқа дейін барады. Елестетіңіздерші, өте қатты ыстық. Венерамызды бояп болдық, осындай жарқын, керемет. Келесі біздің боятын планетамыз бізге ерекше жақын. Қандай? Жер! Иә, жер. Иә, көк планета дейді. Аха, неге көк? Себебі? Себебі, мынау бәрі көк болады. Иә, Көк дегеніміз ол не? ол не? Көк. Синий. Су. Су. Иә. Себебі біздің планетаның 70% көлемін су алып жатыр, ал 30%-ын жер алып жатыр екен. Сондықтан оны
көгілдір планета деп атайды. Мгм. Ал енді соны қазір көгілдір деп Бояймыз. бояйық. Жерлерін жасылмен бояйық. Біз жерді бояп болдық, осындай голубая планета дегеннен көк жасыл қылдық материктермен. Одан кейінгі планета, төртінші планета, ол Марс. Молодец! Ол Марс. Марс бізге ең жақын орналасқан планета жерге. Сонымен қатар ғалымдардың пайымдауынша Марс бірінші кезекте тұр адамдардың колонизировать ететін планеталардың бірінде. Марс тура біздің жерге ұқсайды, атмосферасы да ұқсас, бірақ былай қарағанда, бір қарағанда тіршілік жоқ сияқты. Сонымен қатар Марста күн жерге қарағанда 39 минутқа ұзағырақ екен. Ол жерде бір күнде 24 сағат 39 минут бар. Сондықтан жерге өте ұқсас, қолайлы болатын сияқты. Болашақта сол жаққа ұшып барып қалар енді. Бәленбай жылдан кейін. Олай болса Марсты қандай түске бояймыз? Негізінде Марс бізде сондай қызыл планета дейді, ол красная планета деп атайды. Қызыл түске бояймыз, Достар, сендер қызық болып жатыр ма? Қызық болып жатса, Лайкайды, подписка жасанды. Вот именно колокольчик и лайк басында, и все. Больше не надо. Хорошо? Больше не надо. И все. подписка обязательно, Подписка. Подписка. А кому уже подписался? Просто лайк, коммент. Просто лайк. Команда. И поделиться достарына жіберсін. И... Бізде мына 4 планетаны, басқа кейінгі 4 планетаны бөліп тұратын кометалық мынандай бір сфера бар кәдімгідей. 4 газовый планетаны солай бөліп тұрады. Келесі планета бізде қандай? Юпитер. Юпитер, Юпитер бізде осы солнечная системадағы ең үлкен бізден. Сондықтан оған сондай древнегреческий Юпитер деген ең мықты құдайлардың бірінің атын берген екен солай, Юпитер. И бұлда қызыл точка бар. Қызыл точка бар. Және бір Юпитердің үлкендігі соншалықты 1300 біздің жер планетасы сейіп кетеді екен. Ал біздің Юпитер қандай түс болады? Ол бір сондай оранжевыйға жақын түс болады екен. Күнге ұқсас цветі. Сондықтан біз қазір қызыл мен сарыны араластырып тағы да оранжевый цвет шығарамыз. Солай ғой? Папа, мен өзім. Сен қызылды ал, мен сарыны аламын. О, давай. Мен қызыл. Кел мына жерге. Қол. Ал енді бізде келесі планета, ол күннен кейін орналасқан 6-шы планета, ол бізде Сатурн. Дәл солай. Сатурн Юпитерге қарағанда кішілеу. Оның аты ежелгі грек құдайы Сатурн, ауыл шаруашылық құдайының құрметіне аталған екен. Сатурнның несі бар? Колечкасы бар. Сақиналары бар, дәл солай. Ол сақиналар өзінің орбитасында орналасқан мұз бен шаңнан тұрады екен. Ал енді Сатурнды бояймыз, Ол бізде ашық оранжевый сондай бір сарының бір яркий лау түсі. Бояп көреміз ба? Давай. Ол бізде Сатурн, мынау планета. Көрдіңіздер бе, қазір осын бояймыз. Қалай сендерге біздің планеталар ұнап жатыр ма? Ұқсап жатыр ма хотя бы? Мынау сарылау болады. Күн сияқты болады, а мынау оранжевый болады. Мен сіз бастадым. Кешірші. Көрдің бе? Мен пока что делаю. Наконец. В общем, как всегда. Достар, мінекей біз Сатурнды бояп болдық. По-моему, ұқсаған сияқты, Келесі бізде Уран планетасы, Уран, чтобы шарикте ұшты сосын ғой. Дарияның айтқысы келіп отырғаны, уранның бетін сутегімен гелий газы қоршап тұр. Гелий деген ол бізде андай ұшатын гелий воздушный шарлар бар ғой, Петел. Когда жүргенде бұлар ұшып кетеді далаға. Сол газдың астында қалың қабат мұз орналасқан екен. Әрине, ол себебі ол күннен тым алыс орналасқандығы, ол жердегі ол планетада температура минус 220 градус болады екен. Яғни ол мұздан жасалған болса, ол қандай цвет болады? Көк. Дұрыс айтасың, кеттік көк цветке болады. Жер сияқты. Жер сияқты. Уранды бояп біттік. Келесі планета бізде қандай? Нептун. Дәл солай. Ең соңғы, ең алыс орналасқан 8-ші планета. Ол өзі сондай үлкен емес, көп бөлмеге
көппенбек. Рим құдайы Нептунның құрметіне қойылған, себебі теңіз сияқты көппенбек екен. Ол жерде өте қатты желдер болады, сонымен қатар ол ең баяу планета аталады. Себебі ол жерде бір жыл жердің 165 жылымен тең екен. Иә, солай ғой? Солай. Ал енді бәрін бояп біттік, әдемі деп ойлаймын. Төбесінде мына жерде светті қосамыз. Қазір бізде мынандай диск бар. Бұл дискта бұл дискта 8 планетаның суреті бар. Проекция. Светті қосқанда потолок немесе кез келген қара жерге, қараңғы жерде планеталардың атауы және сонымен қатар суреті пайда болады. Өте қызық. Қазір біз сіздерге свет өшіріп көрсететін боламыз. Уран, Меркурий, Венера, Жер, Сатурн. Мындай күшті, иә? Иә. Өнекей, бәрін проекция көрсеттік. Күшті болды ма? Ұнады ма саған? Красиво было? Ол проекция, мінекей, қараңыздар. Мына жерден кнопканы басамыз, қозғалтамыз. Сол кезде міне проекция. Көрдіңіздер ғой? Вот, мынау диск. Дискта міне суреттер, бүкіл планеталардың суреттері. Осыны мына жаққа қоямыз. Одан кейін айналдырып отырсақ, картина ауысып отырады. Біздің бояған түріміз міне 8 планета. Иә. Күн жүйесі жайында өзіміздің септігіміз тигіздік деп үміттенеміз. Ал Дарияның білуі бойынша сұраймыз. Дария, сонымен біздің күн жүйесінде неше планета бар? 8 планета. 8 планета? Иә. Ал жер нешінші орналасқан планета? 3-ші планета. 3-ші планета, өте дұрыс. Ал күн? Қандай планета? Вообще күн планета ма? Бұл жұлдыз. Жұлдыз. Иә, бұл күнге жатпайды. Планетаға жатпайды, күн ол жұлдыз. Сондықтан солай. Осындай керемет ойыншықты сіздер біздің шағын Wallet Toys дүкенінен сатып аласыздар. Осындай жетілдіретін, дамытатын және қызықты көптеген ойыншықтар тағы да бар. Өздеріңіз сілтеме бойынша өтіп көрсеңіздер болады. Иә? Ал олай болса, подписка жасаңдар, лайк қойыңдар, колокольчик басыңдар, комментарий жазыңдар. И всем пока! Апа, слушамыз. Ұшамыз ба? Мен негізі бала кезімде космонавт болып армандайтынмын. Ұшып көреміз ғой, кеттік қой. Оятамыз. Ура!